ынтымақ мекені. Бір ауылда мұсылман, христиан және Будда дінін ұстанатын 3 көрші қатар тұрыпты. Олар әр мейрам сайын бір-біріне сыйлық беріп, қуаныштарымен бөлісіп жүреді екен. Рамазан айында мұсылман көршісі ауызашарға шақырса, Рождествода христиан көршісі барлығына тәтті нан пісіреді. Ал Будда дінін ұстанатын көрші жаңа жыл сайын тыныштық пен мейірімділік туралы әңгіме айтып, достарына бақыт пен сәттілік тілейді. Бір күні ауылға келген бейтаныс адам: сендер әртүрлі дінді ұстана тұра, қалайша тату-тәтті өмір кешіп жатсыңдар деп сұрайды. Сонда ең үлкені күліп: бізді біріктіретін адамгершілік пен құрмет. Сенің сенімің басқа болуы мені жақсы көрмеуге себеп емес, қайта сені тануға, түсінуге жол ашады деп жауап береді. Содан бері бұл ауыл ынтымақ мекені деп аталып кеткен екен.